Айқын газетінің осы 2013 жылғы Айқын газетінің 12 ақпан күнгі шыққан кезек нөмірінде менің сұхбатым шыққан. Біздің қазақ мемлекетіміздегі қазақ мультфильмінің өндірісінің дамуы бізде заң жоқ болғаннан кейін мен осы сұхбатты айттым. Сол сұхбатта да айтып отырдым, айтатын болсам, жалпы бізде заң болмай қалған нәрселердің бәрі алға қарай жылжу қиын. Индустрия деп айта алмаймыз, индустрия деп үлкен дамып кеткен елдерде айтуға болады. Жақында ғана маған бір суретші, жаңағыдай комик сурет салатын балдар келді, көрсетті кейіпкерлер. Жаңағыдай ұлттық брендті киімдер, ұлттық неде жасалған, жаңағыдай темірлердің өздері, темір адам деген бар, железный человек. Сол секілді темірлердің өздері әдемі ойынмен есіме келтіргенде ұлттың басындағы киімдерді біздің ұлттық киімдерге келеді. Сонда кейіпкерлерді салып әкеліп жатыр, мынаны шығарайықшы деп. Бізде бар, жоқ емес бар. Ұлттық бренд жасауға болады. Тек қана бұл жерде жаңағыдай заң шығарып, қаржыландырып отырса, менің кейіпкерлерім бар, өте ұлттық бренд болатын. Менің Данышпан Қарғам бар өзім. Басында тақиясы бар, көзілдірігі бар, жаңағыдай киіммен. Бөлтірігім бар өзім. Дүниеден құрып кетіп бара жатқан жаңағыдай ақбөкендер бар ғой. Ақбөкендер туралы менің кейіпкерлерім бар. Мен сіздерге қазір көрсетемін ол суретінде. Қана жер жоқ. Қошақаным бар жаңағыдай. Бұның барлығы әдемі, Ботақаным бар менің айтпақшы, әдемі, сүйкімді. Бүлдіршіндерге арналған. Бір сериалдың сценарийін жазып қойдым, ұсындым. Жаңағыдай дельфин мен Ботақан бар ғой, Бота. Осы екеуі дос болады. Дельфин мен Бота екеуі қалай дос болады? Ана суда жүреді, мына шөлде жүреді. Мен бір жағынан қызықты. Бұл мультфильм арқылы Қазақстанның тарихын, географиясын, несін өздері ойын ойнап жүріп, жаңағыдай аңдардан қашып жүріп, ана жақта жаңағыдай жаман акулалардан қашып жүріп, мына жақта жаңағыдай қасқырлардан қашып жүріп, екеуі Қазақстанның жерімен таныстырады. Осындай жоба. Ашық айтайын, менде бар ол. Тек қана осыны енді қазір не іздеп жүрміз? Демеуші іздеп жүрміз. Ғани Қыстауов деген ағамыз бар. Нөмір 1 аниматор. Тұңғыш аниматор десек, қазақстандық тұңғыш аниматор десек болады. Ол кісінің көзі түрі. Бірақ ол туралы кім не іздеп жатыр, не ізденіп жатыр? Ол кісінің аты атала ма? Жоқ. Камал ағаларымыз, мысалы үшін, мына дүниеде өткен Ерсайын Абдрахманов ағамыз, мысалы үшін, кино факультетінің бірінші деканы. Ол да өзі худграф бітірсе де, яғни жаңағыдай мультфильм режиссерлік диплом болмаса да мультфильм істеген адам. Бірақ қандай керемет кісілер осы дүниеден өтті. Қалдыбай Сейданов ағамыз, ол Қазақстанда Уолт Диснейдің мектебін қазақша түрінде жасаймын деген адам еді. Ол да дүниеден озып кетті, қайғылы жағдайда. Міне осы аға буындар, кейінгі жас буындардың арасында байланысты толық бере алмады. Мына дәл аумалы төкпелі кезең қиын қыстауға келді, солар өздерінің білімдерін бере алмай кетті. Бірақ жаңағыдай Ерсайын ағаларымыз несін мультфильм несін ашты, жаңағыдай мамандығын, жаңағыдай Қалдыбай ағаларымыз оларды үйретті, сонымен тоқтап қалды. Кейінгі буындар, ол мен қатарлы жігіттер болып қалды. Бірақ бұлардың барлығы, мен қатарлы аниматорлардың барлығы аға буынның тәрбиесін ала алмады. Сондықтан мен қатарлы режиссерлардың барлығы менменшілдікпен, эгоизммен басым болып кетті да, өзінен кейінгі шәкірттеріне осы жағын көп беріп кетті. Қазіргі таңда шәкірттерді тәрбиелеп жатырмын. Осы қыркүйек айында аяғына таман, соңына таман сол мектеп оқушыларының күшімен жасалған сол шәкірттерімнің алғашқы мультфильмі шығады. Қазір жасалып неғып қойды. Енді монтаж, дыбыстау, дауыстау осы жағына жұмыс жасап жатырмыз. Конфуцийдің айтқаны бар емес пе жаңағыдай? Бір адам аяқ киім тар деп аяқ киім ұрысып келе жатса, аяғы жоқ адамды көрген кезде тәубаға келген. Бұны айтып жатқан себебім, мен осы мультфильмге келгеннен кейін, мейлі үлкен жетістікке жетпесем де, мен жыламаймын, үйтіп неғылмаймын, кейімеймін. Мен әлгінде ғана айтып өттім, мультфильмді сүйдім, бір көргенде ғашық болдым. Ал қазақ фильмде жүргенде өзім жасап жатқан кезде одан бетер ғашық болдым. Сондықтан мультфильмге келгеніме өкінесің бе, өкінбейсің бе деген сұрақ болатын болса, мен мультфильмді сүйем деп айтамын. Жалпы қазақ балалары қазір мысалы үшін қазақ мультфильмдерін
бирең сараң ата ананын талабы менен гана көрөт. Ал жалпы экраннан Николодинден, JTX'тен, жандагы каруселден, тагы башка каналдардан көрсөтүп аткан Cartoon Network, осулардан көрсөтүп аткан Universal Pictures'тин каналдары өтө көп. Сонун ар кайсынан көрсөтүп аткандар мультфильмдерди көрүп, олардын 100 жылдан астам тарихы бар студиялар. Олар әбден жүйелеп калыптаскан. Оларда үлкен завод жұмыс жасап жатыр. Олармен салыстырганда биздин үйдөгү отурган кол өнөрүбүз, олармен салыстырганда не? Бир завод күндө 10 000 көйлөк чыгаратын болсо, биз бир күндө бир көйлөк тиге аламызбы? Ондай мүмкүн эмес. Мына осы деңгейде салыстырып карауымыз керек. Әрине, одан кийин балалар олардын мультфильм көрөт. Сондықтан жаңағы кино туралы заң болып, арнайы студиялар, жекеменшік студиялар да қолдаса, мемлекеттік студия да ашылса, бір-бірімен бәсекелестік. Мысалы үшін Мысыр елінде мемлекеттік студия мен жекеменшік студия бар екен. Мемлекеттік студия қаржыландырғаннан кейін амал жоқ әшейін жай жүріп жатыр екен, түйе секілді. Ал мына жекеменшік студиялар ат сияқты шауып жатыр екен. Бірақ жекеменшік студиялар да бәрі мемлекетке көп пайда келтіріп жатыр екен, мемлекеттен гөрі. Бірақ мемлекеттік студия не үшін қойып қойған? Өйткені мемлекеттің де өзінің арнайы тапсырыстарын түсіру үшін сол студия ашып отыр да.